25-30 миллионға для себя күнделікке айдайтын қандай жақсы көлік алуға болады. Жолда қалдырмайтын, қалтаңды теспейтін, сатқан кезде бағасы түспейтін көліктер. Мен есімім Алмас, автоэксперт из города Тараз. Тіркел. Бірінші орында корейский флагман жаңа кузовтағы Hyundai Palisade. Объем 2.5, коробка 8-ступенчатый автомат. Сырты космос, іші риксіз. Жаңа мотор 2.5 турбо, 150 мыңға дейін смело жүріп береді, ары қарай үлкен сұрақ. Бірақ қазір көліктердің бәрі сондай. Екінші орында еш қашан бұзылмайтын жапондық седан Lexus ES250, 7-ші поколение, жап жаңасын на гарантии салоннан алуға болады. Үшінші орында BH пятерка, 2 литр, жаңа кузов G60, қарапайым автомат. 100 мыңға дейін всемирный гарантиямен ойланбай жүресің. Төртінші орында биіктеу, еш қашан бағасы түспейтін, жолда қалдырмайтын көлік керек болса, ол Prado 3-ші рестайлинг, объемы 4. 30 миллионға 2.7-ні жаңа кузовтағы Prado'ны алуға болады, бірақ лично маған ұнамайды. Традиция бойынша 5-ші орынды оқырмандарыма қалдырдым, бірақ өз ойым BMW X5 в кузове G05. Мордасына рестайлинг, коробкасына хрусталик. Оларсыз қызық емес. 30 миллионға көлік іздесең, видеоны сақта. Көлік аларда тексеруді ұмытпа. Ақ жол.